Барселона Жоу Канцелоны алып қашу емес, алып қалу операциясын ресми түрде бастады десек болады. Енді әңгіме былай, Канцелоның бағасы 30 миллион евро. Сол 30 миллион евроның Барселонаға төлемеу үшін Аль-Хилалды келістіру керек. Жоу Канцелоны свободный агент ретінде жіберсін деп ше. Егер Аль-Хилалдың көттері сырысып жібермей қалса, мне кажется, осы 30 миллионды Решфордтың орнына сол Жоу Канцелоға құртқан дұрыс деп ойлаймын. Неге? Өйткені Жоу Канцело Кунден орында ойнап береді, Бальден орында ойнап береді, Рафиняны заменить ете алады Решфордтың позициясында, левый фланговый атакующий. Базар жоқ. Решфорд өте мықты игрок, 30 миллионға 100% өз бағасына сай қазір, дәл қазір. Бірақ бізге самый главный, Бальде, менің ойымша әлсіз игрок. Менің ойымша емес, бүкіл ойымша сол шығар. Жоу Канцело қазір, Педри, Канцело, Ямаль, Жоан Гарсия үшеуі бұл самый главный косяк десек болады бар осы сезонда. Енді бұл игрокты алып қала алмасақ, білмеймін не болатынымызды бар осы сезон, келесі сезон не қалай болатынын.